Текше тікбұрышты параллелепипед. Куб прямоугольный параллелепипед. Cube, cuboid or rectangular parallelepiped. Текше барлық өлшемдері бірдей тікбұрышты параллелепипед. Барлық қабырғалары бірдей текшелерден тұратын көп жақты фигура. Текшенің бір жағының ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейту керек. Яғни А көбейтілген А. Текшенің бір жағының ауданы тең болады А-ның квадратына. Есіңде болсын, текшенің әр жағы шаршы болады. Сондықтан бір жағының ауданын табу үшін шаршының ауданын табудың ережесін қолданады. Текшенің неше жағы бар? Оның барлығы бірдей 6 жағы болады. Текшенің барлық қырларының ауданы 6-ға көбейтілген А-ның квадратына тең. Яғни 6А квадрат. Егер текшенің бір қыры 3 сантиметрге тең болса, онда барлық қырларының ауданы 6 көбейтілген 3-дің квадратына немесе 54 шаршы сантиметрге тең. Көлемді латынның В әріпімен белгілейміз. Көлем текше миллиметрмен, текше сантиметрмен, текше дециметрмен, текше метрмен өлшенеді. Текшенің көлемін табу үшін оның жақтарының ұзындықтарын, яғни ұзындығын, енін және биіктігін көбейту керек. Яғни А көбейту А көбейту А. Олай болса, текшенің көлемі А-ның кубына тең болады. Мысалы, текшенің қыры 3 сантиметрге тең болса, оның көлемі 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3 немесе 3-дің кубы. 3-дің кубы 27-ге тең болады. Ендеше берілген текшенің көлемі 27 сантиметр куб болады. Cube and cuboid. Бұл текше, куб, куб. Текшенің төбесі нешеу? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ендеше текшенің төбесі 8. Төбелер вершины vertices. Текше қырлары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ендеше текше қыры 12. Қырлары края edges. Енді текшенің неше жағы бар екенін санап көрейік. Жақтары granny faces. 1, 2, 3, келесі жағына аударамыз 4, 5, 6. Демек, текшенің 6 жағы бар. Granny faces. Текше пішінді денелер. Тікбұрышты параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, кубоид. Төбесі нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тікбұрышты параллелепипедтің төбесі 8. Тікбұрышты параллелепипедтің неше қыры бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қыры бар. Тікбұрышты параллелепипедтің неше жағы бар? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тікбұрышты параллелепипедтің 6 жағы бар. Тікбұрышты параллелепипед пішінді денелер.